6 миллионның іс бойынша соттан тыс банкроттық рәсімі басталды. 6 миллион қарызы бар, банкрот зерттеу жасалған. Банкрот біз негізі жалпы банкротқа тапсырар алдында міндетті түрде банкрот зерттеу жасаймыз. Анализдер жасап, содан кейін бар банкротқа тапсырамыз. Соттан тыс бола ма, ол сот арқылы бола ма, мүмкін сот арқылы емес, соттан тысқа тапсыруға келтіруге бола ма. Сол мүмкіндіктердің бәрін анықтап, сөйтіп соттан тысқа тапсырғанбыз. Бірақ қараңыздар, нарада зерттеу барысында кредитор алдында берешегін соңғы 2 айда азайғаны анықталды, бірақ борышкер тарапынан төлем болмаған. Осыған байланысты реттеу жұмыстары жүргізілген. Сөйтіп барып, соңғы төлем күні анықталған. Содан кейін біз банкроттыққа арыз тапсырғанбыз. Мінекей нәтижесінде соттан тыс банкроттық бойынша рәсім басталды. Енді бұл 6 ай жүреді. 6 айдан кейін банкрот деп танылады. Сосын біз аресттерін бәрін шешуді ұйымдастырамыз. Бұл адам өмірді жаңадан бастайды. Банкрот деп танылғаннан кейін қандай салдарлары болуы мүмкін? Қарыз жабылады. Оны ешкімге төлеуге міндетті емес. Аресттер шешіледі. Сотқа ешкім бермейді. Жұмысқа тұра алады. Шетелге шыға алады. ИП аша алады. Мемлекеттік қызметке тұра алады. Әйел ала алады. Күйеуге тие алады. Бақытты ғұмыр сүре алады. Тек кредитті 5 жыл бойы алмайды. 3 жыл. Қаржылық мониторингте болады. Мұнан қорқатын еш нәрсе жоқ. Осыны біліп жүріңіздер ағайын.